Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді хрустящий баклажан салаттың рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай 3 дана баклажанымызды ашып, турап, тұз суға салып 10 минутқа қалдырамыз. Содан соң құрғақ салфеткаға суын сырғытып аламыз. Содан суын сырғытып алғаннан соң үстіне крахмалды ауналатып, крахмал сеуіп, осылай майымызды қыздырып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Бұл жерде бар болғаны 3 дана баклажан және де 3 дана помидор ғана кетті. Өте оңай салат және де дәмі де өте әдемі. Баклажанды ұнататындар міндетті түрде бұл салатты жасап жеп көру керек. Міне осылай қуырып аламыз. Міне осымен баклажанымыз дайын. Содан соң үстіне туралған помидорымызды салып, және де зелень қосамыз. Кинза, петрушка немесе укроп қоссаңыздар да болады. Қонаққа да ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салаттардың бірі. Міне осылай петрушка қолдандым. Содан соң аздап тұз себеміз. Сладкий соус, осындай соусты пайдаланамыз. Міндетті түрде. Міне аздап тұз септім. Енді соусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатты алдын ала араластырып қоюға болмайды. Жаңағыдай ыстықтай жеу керек та, сонда баклажанымыз хрустящий, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатымыз дайын. Алдын ала салатымызды араластырып қоюға болмайды. Баклажанымыз былжырап кететін болады. Сол себепті ыстықтай ұсынуға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де поделиться бөлімін басып, WhatsApp группаларында бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Осымен салатымыз дайын. Ас болсын.